Өнерпаз патшайым. Ертеде бір хан болыпты. Ол өзіне жар іздепті. Сөйтіп, ол әрбір қаланы аралап шығып, бірақ ол өзіне лайықты қыз таба алмайды. Оның арманындағы қыз өте ақылды, өнерлі екен. Сөйтіп, ол бір ауылға жетеді. Шаршағаны сонша кетіп бара жатып, ол бір үйді көреді. Сосын сол үйге кіріп, үйдің үлкендерімен амандасады. Бірақ ол бұл үйден ешқандай қызды көрмейді. Сол кезде қария өзінің қызын шақырады. Оның қызы өзінің салған суреттерін, пісірген бәліштерін әкеледі. Сонда хан ойлайды: менің арманымдағы қыз осы. Ол қариядан өзінің қызын алуды сұрапты. Екеуі де баталарын алыпты. Сөйтіп, осылай олар бақытты ғұмыр кешіпті.